Sırağınızı bere beriniz. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Niyetlerimle kabul olsun. Amin. Ben sağolum. Ben Kur'an kitabını okup bitirdim de Özbek diliyle. Şöyle savabı kanday olur. Arapça okuyamayım. Allah razı olsun. Şunu okuşun ağzının özü ustad boluş gereğiydi degen bir fikirler vardı. Şu kanday şunu düşündürmeyi gitsin yani. Öte түсінікті сұрақ. Алдымен өзбек тілде болсын, қазақ тілде болсын, Құранды оқып шыққанда, араб тілімен оқыған Құранды сауабы бірдей бола ма деген сұрақ беріп тұр. İnşallah endi қазақша я болмаса өзбекше кітаптарды оқыған кезде әрине әзіргі уақыттағы қазақша кітаптарымыз бұл жерде тек сөзбе-сөз аударылған кітаптар. Ол жерден бірдеңе алып пайдалану діни білімі болмаған адамға өте қиын түседі. Сол себептен де бұл жерде иншалла мүмкін бір пайдасы болар қазақшадан, бірақ ол қазақшадан оқыған кезде сіз ол жерден көп нәрсе ала алмауыңыз мүмкін. Оның әзіргі уақытта біздің тілмен айтқанда кішкене шархы, тапсырып берілген кітаптар болса, бұл бір басқа. Одан иншалла біраз нәрсені ұғынуыңыз мүмкін. Бәрібір де тапсырды я Құранды оқылған кезде оның ішіндегі нәрселермен оқып алып шешім шығармастан үлкен алым білімді жігіттермен сұрасып санасқан дұрыс болады. Әрине сауабына келсек, араб әрпінде оқылсаңыз, иншалла әрбір әрпіне иншалла 10 сауаптан жазылады. Сол себептен де бұның арабша әріпте жазылған Құранды оқығаныңыз, соны үйренгеніңіз абзалырақ болады иншалла. Иншалла. Молдеке алдымен осы өзбек және қазақ тілінде болса да Құран оқып шыққан бауырларымыз үлкен рахметімізді айтып қоямыз. Иншалла бұдан кейін бағана араб тілінде үйренуіне